2024 Евразия кітап көрмесі Астана қаласында өткен. Мұнда келесі бір баспа, Қасым баспасы. Соңғы жылдар кітаптарын өте көп көресіздер, және кітаптары өзіндік стилімен бірден Қасым баспасының кітабымын деп айтып тұрады. Бұл баспаның кітаптары, яғни минимализмге стилінде жасалатын кітаптары, мен білгенімде бүкіл кітаптары осы түсті көрсең, тура осындай кітаптарды көрсең, бірден Қасым баспасының кітап екенін жазбай танисың. Мен бұны Көшім бала деген Жәнібек Кармен кезінде деректі фильм түсіргенбіз бұл кісі туралы. Сондықтан бұл кісі күйшілігі, композиторлығы жағынан, сонымен бірге әншілігі жағынан, сосын жазушылығы жағынан да жаныма жақын. Сондықтан сатып алдым мен бұны, оқып көрмеген кітап. Бұл туралы біз деректі фильмде айтқанбыз, ұлттық арнада көрсетілген. Ұлы дала ұлағаты Ділқоңыр деген деректі фильм, іздеп көрсеңіздер болады, ұлттық арна сайтында бар. Сосын екінші кітап 7-ші кластағы жойқын махаббат деген. Бұл үйдегі үлкен ұлға алынды бұл кітап. Сосын Әке мен бала. Бұл 2-ші жылдың кітабы. Ыбырай Алтынсарин атамыздың қысқадан нұсқа әңгімелері. Бұл енді баланың болмысы үшін аса маңызды кітаптар деп ойлаймын. Сонымен бірге мен бірнеше кітап сатып алған үшін Қасым баспасы мынандай Алаш Көсем Әлихан Бөкейхановтың бейнесі бейнеленген қаламның біреуін сыйға берді, тағы біреуін сатып алдық. Келіңіздер, кітап көрмесі сіздерге өте қызықты деп ойлаймын.